Құрметті халайық, жаңалықты естіген шығарсыздар, иә? Молдова тәуелсіз мемлекеттер достастығынан ресми түрде шығуды бастап кетті. Қазіргі кезде Молдова билігі осымен айналысып жатыр. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы, біз бір сөзбен айтқанда СНГ дейміз ғой. Бұл кеңестер одағы құлағаннан кейін құрылған ұйым болатын. Яғни достықты сақтап қалу. Бірақ осы ұйымға бір үлкен сынақ келе жатыр дейміз бе, әлде ұйымның жұмысына бір сызат түсіп жатқан сияқты. Өйткені Молдова билігі осыған дейін де-факто түрде бұл ұйымнан шығып кеткен болатын, бірақ қазіргі кезде бұны ресми түрде заң аясында құжаттарды жою арқылы денонсация жасап жатыр. Яғни осы кезге дейін жасалған кейбір келісімдердің күшін жойып, бас тартып, бір сөзбен айтқанда тәуелсіз мемлекеттер достастығынан, ТМД-дан шығу үдерісін бастап кетті. Бұл кезге де айтып отырмын, де-факто түрде бұлардың іс жүзінде тәуелсіз мемлекеттер достастығымен байланысы үзілген Молдованың. Енді олар бұны қағаз жүзінде реттеп жатыр, бір сөзбен айтқанда. Көріп отырсыздар ма? Осы кезге дейін Молдова билігі Ресейдің орыс үйі дейміз ғой, Россотрудничествоның русский домын жабуға парламентте шешім қабылдаған, оқылым жасап, бұлар бірнеше рет талқылаудан өткізіп жатыр. Русский домды жабудағы бұлардың басты себебі мынау. Русский дом дейді, олар молдовалықтар айтып отыр. Русский дом, бұлар орыс үйі, бұлар мәдени іс-шаралармен емес, Ресейдің пропагандасымен айналысып отырған ұйым. Молдовада Ресейдің Украинаға жасалған шабуылдарын ақтап алуға тырысып, қолдан келген пропагандасын жасап жатыр деп, бұл ұйымның жұмысына өз елінде тыйым салуды бастап кетті. Ал Әзербайжанды білесіздер, Русский домға өз еліне тыйым салып тастады. Және Әзербайжан Украинаға мәдени көмекті, гуманитарлық көмекті де жіберіп жатыр. Ал Армения болса ОДКБ-дан шығып кетті. Осылардың барлығын жинақтап айтатын болсақ, Ресейдің айналасындағы мемлекеттерде осындай үлкен өзгерістер болып жатыр. Енді Молдова ТМД-ның өзінен де-факто түрде шықты. Енді бұны іс жүзінде, қағаз жүзінде де шығып жатыр. Орыс үйіне тыйым салғалы жатыр. Қазіргі кезде мына парламентте үлкен талас тартыс болып жатыр. Бірақ депутаттардың көпшілігі бірінші оқылымның өзінде қолдап дауыс беріп тастады. Орыс үйінің қызметін тоқтатуға, орыс үйін жауып тастауға Молдовада. Ал Әзербайжан болса бұны әлдеқашан істеп тастады. Яғни ресейліктер қанша наразылық ноталарын бізге көмектесіңдер дегенімен, Әзербайжан билігі айтты, Русский дом өз жұмысын тоқтатады деген ашық түрде жауабын берді. Ал Қазақстанда қазір Русский дом жұмыс жасап тұр. Молдовада бұл ұйым 2009 жылы Кишиневте ашылған екен. Енді молдовалықтар сол ұйымды Ресейдің бұл мәдениетін, руханиятын уағыздап жатқан емес, бұлар пропагандасымен айналысып жатқан ұйым деп, оны жапқалы жатыр. Міне осындай өзгерістер болып жатыр.